Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және оқушылар? Мен Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Чапаев ауылы Абай атындағы мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімі Иманғазиева Альбина Тілекқызы. Химия бір заттан екінші бір зат пайда болатынын зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының саласы. Химия десе, біздің көз алдымызға ең бірінші не елестейді? Әрине, дұрыс айтасыздар. Әртүрлі түсті ерітінділер және қызықты тәжірибелер. Осы қызықты тәжірибелерді жасау үшін бізге қымбат әрі қиын химиялық заттарды пайдалану міндетті емес. Кәдімгі өзіңіздің ас үйіңіздегі заттарды да пайдаланып, қызықты тәжірибелер жасауға болады. Ендеше назарларыңызға қызықты тәжірибелерді ұсынамын. Біздер тәжірибе жасау барысында қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтауымыз керек. Қолымызға қолғап, үстімізге халат, мұрнымызға маска және көзімізге көзілдірік киюіміз керек. Жақсы, олай болса тәжірибемізді бастаймыз. Бірінші, колбамызды аламыз, оған кәдімгі ас үйдегі сірке суын құямыз. Яғни химиялық тілмен айтқанда CH3, COOH кarbон қышқылы. Бәрін құйып жібереміз. Оған ас үйіміздегі ас содасын пайдаланамыз. Шарымыздың ішіне ас содасымен толтырамыз. Химиялық қасық алып, ас содасымен толтырамыз. Және осы ас содасы толтырылған шарымызды колбамыздың бетіне кигіземіз. Мына жерде CH3COH пен натрий гидрокарбонатының реакциясы жүріп жатыр. Яғни реакция нәтижесінде газ бөлініп жатқаны көрінеді. Сол газ біздің шарымызды үріп жатыр. Келесі тәжірибемізге бізге әртүрлі бояғыштар қосылған су және де спирт, боялған бояғыш қосылған спирт және де сұйық май, яғни өсімдік майы қажет. Бірінші ыдысымызға боялғыш зат қосылған суымызды құямыз. Және де одан кейін сұйық майымызды құямыз. Осы сұйық майымыз болғаннан кейін боялғыш зат қосылған спиртімізді құямыз. Бұл тәжірибенің аты кендір-қосақ деп аталады. Яғни бұл жердегі заттардың әрқайсының тығыздықтары әртүрлі, сондықтан бір-бірімен араласпай тұрады осылайша. Келесі тәжірибемізді жасау үшін бізге марганцовка, яғни калий магний суы 4, глицерин және дистилленген таза су қажет. Алдымен марганцовканы ыдысымызға саламыз. Мен осындай ыдыстағы 2 марганцовканы пайдаландым. Оның үстіне глицеринімізді тамызамыз. Глицеринімізді тамызғасын, дистилленген суымызды
Яғни бізде бұл реакция шырпысыз от жағу деп аталады. Мен глицеринді аз құйып жүргенмін. Үстіне тағы да құямыз. Химия тек осы тәжірибелермен ғана шектелмейді. Химияда мыңдаған, миллиондаған тәжірибелер өте көп. Қайда қарасақ та, қайда көз жүгірсек те көретініміз химия ғажайыптары. Назарларыңызға рахмет.